лайк басамыз, арна жазыламыз. Кеттік ал. Компьютерде отырып па біз? Ё-моё, мынандай бір. Бұрын кімде достар осындай рабочий стол болып лайк басып кеттіңдер? Бізді шақырып жатыр. Барамыз. Мама, маған қыдырып қайтуға бола ма? Мен досым келді. Сабақтарды жасадың ба? Иә, барлығын жасадым. Күнделігіңді алып кел онда. О, жоқ, достар. Жиза, сіздерді жиза болып отқан бар. Но не мынау? Екі ма? Сабақта өзін жаман ұстады. Енді сен... Ема, короче, бізді мама жібермей жатыр көшеге. Сабақ оқы бар дейді, ешқандай қыдырмайсың дейді. Ол бүгін шықпайды. Чорт, бүгін бізді шығармай қалды. Егерде басқа бірден істеп жатқанды көрсем, мен сені... Короче, көтімізді ая. В общем, не оқып жатырық біз? Ну не, математика ма? Жоқ, прямоугольный параллель. Я, мынау достар. Геометрия ме ал? Не мынау? О, қарандар. Қой қайдағы сабақ оқу, кеттік ал, шайық. Мен айтпақшы ма, управлениесін дұрыстау керек, достар. 5 секунд. Управление қойдым, шамалы бір управлениені қойдым. Естеу керек бізге? Подсказка алыңыз дейді, подсказка. Бостандықта өмір сүргім келеді дейді. Ой, неге біздің бойымыз кішкентай? Біз осындаймыз па бойымыз? Ал, не істеу керек, достар, ал, көрек ал. Но біздің бөлмемізді соған қарағанда бір дыбыстарды естіп тұрмын мен. Біз дейтін жер үйде тұрады екенбіз, бізде сырттан машина тұр. Не істеу керек бізге? Мынаған бас деп тұр да бізге. Не мынау, не бар мында? Түсінбей жатырмын мен. Компьютер қоссақ не болады? Пас деп жатыр ана жақта біреу. Есікті ашамыз ба? Ашуға ма? Міне, все, біз тұрдық. Бәсе, неге мен мағадан бері отырып тұр екенмін ғой мен, оказывается. Ені басса мен отырады екенмін. Все, бұл түсінікті. Шкафчикті ашсақ ба ма? О, аштым. Киім жатыр мұнда. Шкафчикті ашамыз. Так, киімдер какой-то. Так, на шкафчиктерді ашып көрсек. Не бар мұнда? О, есік ашылды. Ашылады екен ғой есік дейтін. Так, жабамыз. Қайда бару керек бізге? Сыртқа шығу керек па бізге? Кет, шайға. Все. Есік жабық. Так, о, жоқ, біреу келатыр. О. Жабамыз. Ұстап ал бізді. Тығыл. Жоқ, мында, тығыл. Фу, тығылып қалдым мен, достар. Ваннада тығылып қалдым мен. Бросай дела! Наш сын опять пытается сбежать! Бізді іздеп жатыр ана. Андрей шақырып жатыр, Андрейді. Мама дейді. Мен деген қыдыруға барайшы дейді, Андрей шақырып жатыр. Сабақты орындадың ба дейді. Я барлығын орындадым. Онда күнделікті әкел. Күнделігі жынды екен кісі. Әтте қараңыздар, машинаны сурет тұр ма? Не нау? Екі ма? Замечание бойынша ол деген сабақты дұрыстап отырмаған дейді. Сен деген қыдыруға барасың ба? Ұялмайсың ба? Бар, о сабақ оқы, ептігідік дейсің. Ешқандай қыдыру болмайды дейді. О, Андрей как? О, ванпачмен. Қараңыздар, ванпачмен екен аны, Андрей. Қара менде дейді. Егер сен басқа затпен жасайтын болсаң дейді. Короче, екі ортаға деп нетем дейді мамасы. Жарт, біз деген неттік ал, көрек ал. О, не деген эмулятор, вообще ұнамайды ма? Эмулятор, қазір мен аны түзеп тастайын. Все, мен түзеп алдым, мына жердегі управлениені қиын екен, бірақ қараңыздар, отыру менде васыды жүру дейді. Опять анау, кім сөйлеп отыр мынау? Андрей ма? Андрейді көріп тұрған жоқпын ғой, жарайды. Бізде комнатада не бар? Какой-то парақтар. Бұдыр мен не алам? Заттар алам ба? Бұдыр заттарды қала алам мен? Мышкамен алу керек. Бізде кубик-рубик бар. 5, 3 какой-то сандар бар екен. Мүмкін какой-то код шығар, бірақ оны қарау уақыт жоқ. Сурет, нормально. Артта 19.07.2010 дейді. 8 жаста екен, жарайды. Келесі, қазір барлығын қарап алайын. Бір нәрсе пайда болды, менде подсказка деген, қараңыздар, мынаған басқам. Сол кезде подсказка шығып кетті. Ой, қойдыр. Мынау киімді аламайды екем. Управлениясы вообще жаман, сондықтан мен бүгінгі серияда ұтам деп айта алмаймын. Ұтпаймын деп айтуға болады.
не бүгінгі берген заданиені орындап кетуге болмай ма не? Типа оқып дегендей ондай нәрсе жоқ екен. Я, штаны, шалбар какой-то. Ал мынада не бар екен? Комнатада ештеңе жоқ. Қой тұр, бір нәрсе бар шығар, қой тұрыңыздар. Жоқ, ештеңе жоқ екен бутылкадан басқа, бірақ бутылканы біз таямаймыз. Компьютер ше, компьютер қосылмайды. Қайта қосылады, қараңыздар, қосылып жатыр. Опа, Андрей дейді. Что за Андрей? Қандай пароль? Өтірік жазсам ше, типа. Оп, окей. Подсказка дейді. Туған күні. Кстати, туған күні біз білетін сияқтымыз. Қараңыздар, өткені біздің туған күні мына жерден көрдік. Қайдан сурет? Сурет қайда? Міне оның суреті. Міне оның туған күні 19.07.2010 дейді. Вот туған күні деген қалай? 19.07.2010. Ой тұр, подожди, әлі мен деген түсінбей жатырмын, қой тұр. Аликесет, бүгін біздер Schoolboy деген ойынды ойнайтын боламыз. Иә достар, сіздер өте күттіңіздер осы ойынды. Маған комментарийға жазыңдар. Осыны түсір дедіңіздер достар. Давайте лайктарыңды басыңдар, каналға тіркеліңіздер, төменде подписаться деген қызыл кнопка бар. Короче, мына жігітке досы келіп тұр, далаға шығасың ба, Андрей дейді. Мамасынан сұрап тұр, короче, мен шыққым келеді, далаға шығаршы дейді. Мамаң үй тапсырмасы орындадың ба, күнделігіңді әкел деді. Бұл не, екі ма? Және де астына өте сабақта ұсқынсыз болған, және де тәртіпсіз болған деп жазып қойыпты дейді. Еще сен далаға шыққың келеді. Сабағыңды оқы бар, бөлмеңе бар дейміз мен саған деді. Ол бүгін шықпайды дейді ғой. Мәс саған достар, ал саған керек болса. Короче, достар, мамасы айқайлап тастады ғой. Короче, сабақтан басқа заттар жасайтын болсаң, көресің деді ғой. Маған деген. Так, достар, мен былай жүре алам екен. Бұл телефонға арналған ойын, достар. Мен компьютермен ойнап отырмын. Короче, бала кезде барлығымыздың басымыздан өтті, достар. Қазірде сіздердің бастарыңызда өтіп жатқан шығар. Короче, біздер далаға шыққымыз келетін, сабақ оқығымыз келмейтін баяғыда. Бірақ ол қате екен, достар. Сабақтарыңызды оқыңыздар. Короче, бұл ойын телефонға арналған. Бұл ойын бір артықшылығы, ана бір маньяк бар еді ғой, бізді торға қамап қоятын. Егер светті өшірмей кетсең, есік жаппай кетсең, біліп қалатын да. Сол сияқты ойын, достар. Мына жерде папасы мен мамасы болады. Короче, мына жерде папасы бірдеңе қарап жатыр, достар, айқайлап жатыр. Ал бізге енді осы үйден қашуымыз керек қой, достар. Давайте лайктарымды аямай басыңыздар. Және де каналға тіркелем, төменде подписаться деген қызыл кнопка бар, достар. Давайте смело. Қалай жабады? Ашарын ашып алып. Бейт басып тұра ма? Қалай жабады? Как біліп қалады ма? Еще соғыс жем екен. Мына мына кроватьқа келсем, қараңдар. Тап өзімен өзі ашылады екен. Жақсы, тек, онда көрейік ал. Мына жер ашыла ма өзі, ашылмай ма? Басып атыр ма, ашылу керек қой? Отырып ашу керек па, еле? Жоқ. Или тарту керек па, мышкімен? Қалай, достар, мына жерде мен қазір аша алмаймын ғой. Жабылды. Жаймен бабымен ашу керек па? Қалай, зат? Давай, ашыл. Ашылмай ма, елен алар? Ашылмай ма десең ашылады. Тек, мына жерге тығылып қалып болады екен, достар, қараңдар. Так, енді қалай жабам мен мынаны? Мынау мышкасы қуып отыр ғой, достар. Давай. Тез басу керек ой. Түсіндім, достар. Болды. Екі рет басасың. Болды, түсінікті. Так, шық деп міне. Басылды. Так, асты. Зарядка, достар. Бір зарядка тауып алдым. Вот, так, мына шкафты ашып көрейік. Мына шкаф ашыла ма? Ашылады. Киім бар екен, ішінде ала алмаймыз ғой, да? Так, бізге сонда далаға қашу керек қой, достар. Ашыл, давай. Театр. Бір нәрсе ойнап жатыр компьютерден, біз сияқты бір нәрсені әкетіп жатыр ғой, короче. Футбол ма? GTA ма? Білмеймін, бір ойын. Біреу шақырып тұр. Мама, мен қыдырып қайтсам болады ма, достарыммен бірге? Андрей деп шақырып жатыр. Сен оқуыңды істедің ба? Иә, істедім. Онда бар алып кел күнделігіңді. Мұны немене? Екі ма? Саған ескерту беріпті ғой, сабағыңды оқымапсың, қуыпсың. Және де қаңғырғың келіп тұр ғой далаға, иә? Ұятсыз десе, бар сабағыңды оқы. Шықпайсың еш жаққа. Ал бүгін шықпайды. Және де қара. Егер сен басқа нәрсемен айналысып жатқанды болса, бірінші күні сенің бытсың шығарамын.
В общем, ойын осындай, короче. Чтобы я и учил уроки. Это несовместимые вещи. Не жаққа қарай бар дей ма? Да, біз сабақ оқымайды. Балалардың қатарындамыз. Сабақ оқымайды екенбіз, достар. Тура мен ғой ол. Бұл жерде менің мақсатым қашу ма? Кім ана жақта? Ақайлап атқан? Біреу ақайлап отыр вообще. Ағасы ма әлде? Папасы ма біреу-біріне ойнап отыр, мамасы көріп қайын деп қалды. Деді. Аха! Да. Давай, вперед из песни, да чтобы пол блестел! Пол жу онда сен. Пол жу дейді маған. Өткіш, ана жақтан не тұр? Так, давай онда пол жусақ, пол жуайық қасқа. Қақта пол жуатын зат берсейші енді. Мен пол жуып жүр екем онсыз Ну давай жуайық, мен барлығын жуып шығайық онда. Так, Hello Nightmare'ға өте қатты ұқсайды екен. Жылтыратамыз, кір жерлердің бәрін жуу керек қой, примерно, Ты посмотри на Сен қара. Не болды, кетші? Дала сөйікті? Анасы жібермейді екен вообще. Так, далаға шығу ма біздің мақсатымыз? Болды барлығын. иди к себе в комнату. Бәрі өзің комнатаңа бара бер. Проведать тебя. Сосын сені көруге келемін. Жарайды. Интернетті өшіріп қоямыз ау, достар. Интернетті өшіріп қою керек, сол кезде реклама шықпайды. Сондай тактика бар еді ғой. Интернетті өшіріп қойдым, ал кеттік. Так, мамасы мынау бөлмеде екен. Мынау бөлмеде кім бар? Бұл бөлме бізде қап-қараңғы. Фонарик еш нәрсе жоқ па? Фонарик еш нәрсе жоқ. Мен ше отырып жүре алады екен ғой.